Сен үй жағдайында оған біз не жасай аламыз? Олардың қатарына кейде өзім де кіріп қаламын. Балаңыз қарқылдап жөтеліп жатыр, балаңызда температура, мазасы жоқ, тынысы сырылдап жатыр, тыныс алуы, тыныс шығаруы, тіпті ұйықтаған кездерде сіздің бойыңызда қорқыныш шақырып жатыр. Өйткені сіз бұрын бұндайды көрген жоқсыз. Және балаңыз как будто жатқан кезде тұншығып қалатын сияқты, дем жетпей қалатын сияқты сезім. Бұл не? Бұл балаларда болатын ларингит, яғни дауыс байламының жоғары тыныс жолының стенозы, ісігі арқылы ауа өту просветінің бізде қысылып қиындауы. Жалпы ларингит туралы айтатын болсақ, бұл ларингит вирусты этиологияға жатады, сыртқы ортадан келген патоген, вирус немесе аллергеннің әсерінен жоғарыда да айтып кеттік, дауыс байламының ісінуі, былайша айтқанда отек, слизисті шырышты қабаттың ісінуі. Енді ларингиттің негізгі белгілері қандай? Балада температура болады, балада тыныс алуы қиындайды, тыныс шығаруы қиындайды. Жылаған кезде тіптен бала ауа жетпей көгеріп қалуы да мүмкін, және жөтелмен провоцироваться етіп, жөтелмен бірге болуы да мүмкін бұл нәрсенің. Және балада кеуде қуысында тыныс жеткіліксіздігіне байланысты, жиі тыныс алуына байланысты, диафрагма деп жатамыз, кеуденің төменгі бөлігінің ішке қарай втяжение, тартылуы арқылы көрініс беретін патология болып табылады ларингит. Енді ларингиттің жалпы ісікке байланысты, стенозға байланысты түрлерін ажыратып жатамыз. Бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі, үшінші дәрежелі. Немесе компенсация, декомпенсация, субкомпенсация сатысындағы ларингоспазм деп жатамыз. Бұны қалай ажыратамыз? Бірінші кезекте бұл жеңіл стеноз. Баланың дауысы қарқылдап шығуы, дауысы дырылдап қалуы, және бала қатты мазасыз болып жылаған кезде тыныс алуының қиындауы. Бұл бірінші саты. Екінші сатысы, баланың дәл солай дауысы қырылдайды, дауысы лающий кашель, үрген секілді жөтел болады балада, және тыныс алу, тыныс шығаруы тек жылаған кезде емес, бала спокойно отырған кезде де сырылдап, қиын тыныс алып, қиын тыныс шығаруы мүмкін. Температурамен провоцироваться етіледі, температурамен бірге жүреді. Ал үшінші ауыр дәрежесі, бұл баладағы жалпы тыныс жолының үшінші дәрежелі ісігі. Бұл бала тыныш күйінде ұйықтап жатқан кезде де жалпы стеноз болады да, бала тыныс алуы тіптен қиындап, балада көгерулерге дейін алып келуі мүмкін. Енді ларингитті бірінші, екінші сатысында үй жағдайында емдеуге болады. Үшінші сатысы ол міндетті түрде стационарлық көмекті, яғни ауруханаға жатып емделуді талап ететін патология. Енді бірінші, екінші дәрежелерді сіз нақты біліп алдыңыз. Енді үй жағдайында оған біз не жасай аламыз? Ларингитке бірінші кезекте біз ісікті қайтаратын ингаляция, яғни небулайзер арқылы ингаляция жасаймыз. Ингаляцияны бронходилататорлармен жасаймыз, яғни бронх жолдарын, тыныс жолын кеңейтуге арналған дәрілер. Бұлар бізде передуал, пульмикорд, венталин секілді препараттар арқылы жасайсыз. Және оның бір ерекшелігі ларингитте сіздің арасы, екі ингаляцияның арасы 30 минут болады. Яғни сіз передуалмен мысалға, допустим, кешкі сағат 9-да жасадыңыз, және 9:30-да екінші мәрте тағы жасауыңыз қажет болады. Егер сіздің ингаляцияға қайтпаған жағдайда, сіз антигистаминді препараттарды қолданасыз, дексаметазон, немесе преднизолон, немесе сіз үй жағдайында кетожефен қолдансаңыз болады, және де димедролды қолдансаңыз болады. Бұның барлығы сіздердегі жалпы ісікті қайтарады. Және үшінші айта кететін жағдай, бұл бөлме температурасынан сәл жылы болатын температурадағы суды сіз шприц арқылы, немесе аз-аз глотокпен, аз-аз жұтынумен, бокал арқылы сіз балаға әрдайым ішкізіп отыруыңыз қажет. Өйткені жылы су бізде дауыс байламында жоғарғы тыныс жолындағы шырышты қабаттың ісігін өз кезегінде қайтаруға көмегін тигізеді. Сіз бірінші көмекті жасағаннан кейін, яғни үй жағдайында стенозды мүмкіндігінше қайтарасыз, баланың жағдайын тұрақтандырып алғаннан кейін ары қарай негізгі себепке, яғни противовирусныйды қолдану арқылы түбегейлі ларингитті емдеу қажет болады. Енді ларингит бізде немен шақырылады? Ненің салдарынан, ненің себебінен балада ларингит болады, және осы ларингитке бейім балдар бола ма?
сондай топ бар ма, что балада ларингит дамуы мүмкін, ықтималдылығы жоғары деген топта балдар бола ма, немесе кез келген балада ларингит болуы мүмкін ба деген сұраққа жауап берейік. Бірінші кезекте жалпы ларингит бізде ең бірінші тәттінің әсерінен пайда болады, яғни бала көп мөлшерден тыс тәттіні, конфетті қолданатын болса. Екінші кезекте газированный тәтті сусындар қазіргі балалар кеңінен қолданады, көп ата-аналар, тіпті мен өзім де көріп жүрмін оны. Балаңды балабақшадан алып қайтып бара жатқан кезде міндетті түрде дүкенге кіргізіп, ол жерде су, сок немесе чупа-чупс секілді тәтті нәрселерді әпереміз да, және сол күні түнде ларингит болып өзіміз әбігерге түсіп әбіржіп қалуымыз мүмкін. Сол себепті бұл балаңызды тәттіден, газированныйдан, жалпы тәтті сусындардан толығымен тыйып тастаңыз деген сөз емес. Әр нәрсенің өзінің мөлшері, нормасы болуы қажет. Өйткені тәтті тағам, тәтті нәрсе, тәттілердің барлығы балаға определенный деңгейде белгілі бір жағдайда балаға ағзасын поддержка жасау үшін қажет нәрселер. Сол себепті нормадан аспай ларингитке мүмкіндігінше жол бермеуге тырысайық. Екінші біздегі ларингитті шақыратын нәрсе бұл салқын ауа. Қыс мезгілінде, яғни бала сыртқа ойнайды, сыртта серуендейді, ата-анасымен бірге жүрген кезде салқын ауа жұту арқылы дауыс байландарына тікелей әсер етеді. Салқын ауа осының әсерінен шырышты қабаттар ісе бастайды. Ал бізде үшінші айтатынымыз бұл ауадағы аллерген, яғни шаң, тозаң немесе басқа да сыртқы эндофактор деп жатамыз, яғни сыртқы ортадан келетін факторлар баланың жоғарғы тыныс жолында, дауыс байланында осындай стеноздар шақыруы мүмкін. Егер балаңызда стеноз қатты болып жатса, тыныс алуы қиын болып жататын болса, бала тіпті кислород жеткіліксіздікке байланысты гипоксияда алып қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде егер сіз жаңа жоғарыда аталған үшінші дәрежені байқап жатсаңыз, бала тыныш қалыпта да, ұйықтап жатқан қалыпта да тынысы қиындап, сырылдап, дауысы қарлығып жататын болса, міндетті түрде стационарлық көмекке, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Яғни дәрігер баланың жағдайын бағалау арқылы тиімді, балаға пайдалы көмегін көрсетеді. Мен бұған сенімдімін. Сол себепті балаларыңызды күтіңіздер. Ларингит бізде ойнайтын нәрсе емес. Бұл стеноз арқылы тіпті тыныс жеткіліксіздіктен бала ауыр халге, жасанды тыныс алу аппаратына дейін жетіп жатқан сондай моменттер де бар. Ондай клиниканы көріп те жүрміз балаларда. Сол себепті балаңыздың дені сау болсын, осы ұстанымдарды ұстаныңыз, және балаңыздың денсаулығына алаңдасаңыз, менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыз. Алдағы уақытта міндетті түрде бұдан да пайдалы, бұдан да ауқымды сіздің бала күтіміне байланысты түрлі видеолар салатын боламыз. Лайк басып, каналға міндетті түрде тіркеліп